Қайырлы күн, булочки дайындаймыз. Жылы сүтке құмшекер, ашытқы қосып, араластырып, бетін жауып, 10-15 минут тұндырып қоямыз. Жұмыртқа, тұз, сұйық май және сары майды ертіп, қосып, араластырамыз. Ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолыма сұйық майды құйып, жұмсақ қамырды илеп, бетін жауып, көтерілгенше күтеміз. Ашыған қамырды ортасынан 2-ге бөліп, 20 бөлікке бөліп шықтым. Әр бөлікті домалақтап, 20 минутқа бетін жауып қойдым. Тақтайға ұнды сеуіп, қамырды жайып, 2 жұмыртқаның тек сарысына аз ғана сүт қосып, қамырдың бетіне жағып шықтым. Тағамдық көкнарды сеуіп, ұзыншалап турап, бүктеп, ортасынан пышақпен кесіп, жүрекше жасаймыз. Домалақтап жайылған қамырға жұмыртқаны жағып, тағамдық көкнарды сеуіп, бүктеп, ортасынан 2 рет кесіп, бантик формасын жасаймыз. Жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағып, қызған пеште пісіреміз. Қалған қамырды домалақтап жайып, 2 шетінен кесіп, ортасына алма вареньесін салып, қамырдың 2 шетін ораймыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, духовкада пісіреміз. Жайылған қамыртқа жұмыртқа жағып, көкнар сеуіп, ұзыншалап орап, ортасынан кесіп, өріп, шеттерін жабыстырамыз. Жасап көріңіз, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ас болсын.